Сәлеметсіздер, құрметті достар, әріптестер, жерлестер. Қалдай 58 каналына қош келдіңіздер. Қалдай 58 каналына тіркеліп, қолдай отырыңыздар. Бүгін бізде қуанышты күн. Өйткені отағасы Кейкелов Талғат 65 жасқа келді. 40 жыл педагогикада өз ізін қалдырған, өз ісінің майталманы, Ыбырай Алтынсарин медалінің иегері, оқу ісінің үздігі, Бауыржан Момышұлы алтын медалінің иегері, Сарбастау, Шежіре кітаптарының авторы, газет-журналдарда арнауларын, өлеңдерін ұдайы жариялап отыратын шығармашыл ұстаз бүгінде зейнеткерлікте. Осыған орай өзінің білімімен, өнерін көрермен, өнерсүйер қауымға арнаймыз деген ниетпен осы каналды Қалдай 58 каналын ашып отырмыз. Ашылуына жерлесі, поэзия қыраны Мұқағали Мақатаевқа арнаған Мұқағалиға деген өлеңін оқып берейін. Хан Тәңірдің Мұқағали мұзбалағы, өлеңдері жүректерде тулар әлі, әндерін жан тербетер сезім қозғар, талай ұрпақ сусындар тыңдар әлі. Хан Тәңірдің Мұқағали мұзбалағы, жазылар естеліктер сырлар әлі, өлеңі шабыт беріп ақындарға, арналар буырқанған жырлар әлі. Хан Тәңірдей Мұқағали ерен жан, асқақ туып ақын болып жаралған, қыран тұлға поэзия төрінде, ақиық ол шыңда биік таранған. Мұқағали, өзің менің тәңірім, неткен биік талғамың мен танымың, өлеңдерің дауыл сынды ғаламат, шарпып түсер өрттен ыстық жалының. Туған тілді аяладың шырылдап, тұра алмадың тілінің үшін тынымдап, поэзияң сенің тірі тұрғанда, емес сірә тұлпар өлең жығылмақ. Арман бар ма айтып өткен ақында, әрбір сөзі айналғандай жасынға, ана тілдің құдіретін сезініп, алып шықтың, ешкім жетпес асуға. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Автордың келесі өлеңдерін тыңдау үшін Қалдай 58 арнасына тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Сарбастау атты өлеңдер жинағы мен Айту баба ұрпақтарының шежіресін алу үшін автордың төмендегі номеріне хабарласуға болады. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.